Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып пісетін керемет булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі құрамы үйіңізден табылатын қолжетімді заттардан тұрады. Құрамы мен мөлшерін төмендегі описание бөлімінде қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді қантты ашытқыны салып араластырып, 5-10 минутқа ашытқы сәл көтерілгенше қоя тұрамыз. Енді тұзды бір жұмыртқаны және бір жұмыртқаның ақуызын сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Илегіштен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр елейміз. Өте жұп-жұмсақ, өте нәзік, кішкене ғана қолға жабысып тұратын қамыр еленіп шығады. Бетін пищевой пленкамен жауып, шамамен 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоя тұрамыз. Осылай 1 сағаттың ішінде қамырымыз әдемі болып, көтеріліп дайын болды. Қамырды бөліп шамамен 75 грамм етіп өлшеп алып, домалақтап илеп, сәл көтерілгенше бетін жауып 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Сәл көтерілген күлшемізді алып, оқтаумен жаямыз. Жайылған қамырға май жағып, қант сеуіп, жүрекше формасын келтіреміз. Мен мұнда сұйық май қолдандым, сіздер сары майды ерітіп жақсаңыздар болады.
Енді қамырдың бетін пакетпен жауып 10-15 минутқа көтерілгенге дейін қоя тұрамыз. Жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт құйып, араластырып, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Енді қамырдың бетіне сәл ғана қант себемін. Алдын ала қыздырып алған 180 градус пеште 15-20 минут қызарғанша пісіреміз. Булочкаларымыз қызарып әдемі, өте дәмді, өте жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болса, астында комментарий бөлімінде қоя отырыңыздар. Алдыда пайдалы видео рецепттерді жіберіп алмасы үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.